Қайырлы күн баршаларыңызға, құрметті достар. Өздеріңізге шын ықыласпен, ізгі ниетпен алдарыңызда Үміткүл Ибраимқызы қолынан келгенше қазіргі таңда қарапайым халықтың мүмкіндіктерін, енді қалай табыс табуға болатын мүмкіндіктерді ұсынып жүрген жанмын деп ойлаймын өзімді. Біраз саладан тәжірибе жинақтадым. Қазіргі таңда өздеріңіз жайлап естіп жатырған шығарсыздар. Криптовалюта саласы Қазақстан нарығында қарқынды түрде даму сатысында тұр да. Сондықтан алдында жаңағы Тұрсын Алагөзов Макси Чайдың негізін қалаушы 100 баспана берді ғой өзінің қызметкерлеріне. Яғни ол қолынан келетін жақсылықты жасады. Өзім ойлап қоямын да, менің қолымнан қандай жақсылық келеді екен, мен не жасай алады екен Тұрсын сияқты депші. Содан өзім ойланып, толғанып, мен де ол сияқты 100 баспана бермесем де 100 адамға болашақта өзінің санасын дамыта отырып, қазіргі қаржылық құралды меңгере отырып, болашақта өзіне 100 баспананы еселеп алатын баспана беретін мүмкіндікке жол көрсетейінші деп шештім. Яғни қазіргі таңда крипто саланы, Тоқаев айтып кетті, крипто сити ашамын, болашақта тауарды, қызмет түрінсіз крипто валюта арқылы жаңа төлемдік жүйе ретінде қалыптастырам депші. Яғни осы саланы меңгеруге ниетті жандарға қолымнан келгенше осы саланы тегін үйрететін болам. Сондықтан мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, шығыңыздар. 8778 450 40 WhatsApp-на жазсаңыздар, мен сіздерді Telegram каналға қосып, өзімнің білетін ақпаратыммен бөлісемін. Тағы да осы жерде нақтылап кеткім келеді. Мен трейдер емеспін, бірақ монетаны, яғни криптовалютаны бағасы төмен түсіп тұрған кезде алып, жоғары көтерілген кезде сататын мүмкіндікті білемін. Сондықтан араларыңызда осы саланы үйренуге, меңгеруге ниетті жандар болса, айтады ғой, қалтамда ақшам жоқ, бірақ үйрететін адамдар бар ма десеңіздер, мен сіздердің алдарыңызда тұрмын. Яғни мен өзім осылай YouTube арқылы меңгерген адаммын. Сондықтан үйренуге ниетті, меңгеруге ниетті жандар болса, қолымнан келгенше өздеріңізге үйретуге дайынмын. Шығыңыздар WhatsApp-қа, өздеріңізді Telegram каналға қосатын боламын.